Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 58-ші сабақ сөз және оның мағынасын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта сіздер сөздің не екенін және сөздің мағыналарының түрлерімен танысатын боласыздар. Сөз дегеніміз заттың, құбылыстың атауы. Мағынасы қарама-қарсы сөздер болады. Мағынасы бір-біріне жуық сөздер болады. Дыбысталуы бірдей, жазылуы бірдей, бірақ мағынасы әр басқа сөздер болады. Мысалы, мағынасы әр басқа, бірақ жазылуы бірдей сөз айтатын болсақ, жүз, яғни жүз дегеніміз бетті білдіреді және 100 теңгені білдіреді. Ал мағынасы бір-біріне жуық сөздер. Әдемі, сұлу, көрікті, яғни бұлардың жазылуы басқа болғанымен бір мағынаны білдіріп тұр. Ал мағынасы қарама-қарсы сөздерге келетін болсақ, жақсы, жаман, ащы, тұщы, яғни бір-біріне кереғар қарама-қарсы сөздерді айтамыз. Сөздердің өзі заттың атын білдіретін сөздер, заттың қимылын білдіретін сөздер, және заттың сынын білдіретін сөздер, және заттың санын білдіретін сөздер болып 4 топқа бөлінеді. Қазір жалпылама түсіндіріп өттім. Келесі сабақтарда толық, яғни бір тақырыпқа тоқталып айтатын боламыз. Ендеше бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Қазым, қазым, қаңқылда. Қазым, қазым, қаңқылда. Көлде жүзіп, салқында. Жем шашайын жейсің бе? Кәмпит берші дейсің бе? Жоқ, жоқ, кәмпит болмайдас. Арпа менен бидай шаш. Деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді, саңқылдап. Бұл өлеңнің авторы Сапарғали Бегалин. Өлең не туралы? Өлең қазы, яғни қазы дегеніміз құстың бір түрі. Үй құстары немен қоректенеді? Яғни қазы ол үй құстары. Үй құстары бидай мен арпа жейді, дұрыс айтасыңдар. Үй құстарының пайдасы қандай деп ойлайсыңдар? Қазы, яғни үйде жүретін үй құстарының бірі. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қаз суда жүзеді. Мен 100-ге дейін санаймын. Жүзің жарқын болсын. Балалар, қараңдаршы, қарамен жазылған 100 сөзінің мағыналарын түсіндір дейді. Қаз қайда жүзеді екен? Яғни 100 сөзі жүзеді деген мағынаны білдіріп тұр. 100-ге дейін санаймыз деп, яғни ол санды білдіріп тұр. Және жүзің жарқын болсын деп, бетті білдіріп тұр. Яғни жазылуы бірдей болғанымен, мағынасы әр түрлі мағынаны білдіріп тұр. Яғни сөйлемдегі сөздің жазылуына, мағынасына қарай талдайтын боламыз. Енді үшінші жаттығуға қарайық. Жаңылтпашты тыңда дейді. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр дейді. Осы өлеңді айтып және дәптерімізге көшіріп жазамыз. Жақсы балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар.